Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Фактілер энциклопедиясы сайтында Қазақстан туралы жарияланған 20 қызықты деректер жайлы айтамын. Сайт сілтемесі төмендегі осы видео сипаттамасында болады. Қазақстандағы Балқаш көлі екіге бөлінген. Бір қызығы көлдің батыс бөлігі тұщы, ал шығыс бөлігі тұзды су. Қайыңды көлінде Қазақстанда 1911 жылғы жер сілкінісінен кейін пайда болған үлкен көшкінге әкеліп, шатқалды жауып, табиғи бөгет қалыптастырған су астындағы орман бар. Қазақстанда кенеттен 5 күн немесе одан да көп уақыт ұйықтай бастаған қала бар. 1987 жылы Қазақстанда салынған әлемдегі ең биік мұржа дүниежүзілік сауда орталығының ең биік төбесі сызығынан жоғары тұр. Басқа ғаламшарға алғашқы ғарыш кемесі Қазақстаннан ұшырылды. Қазақстан теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ, ең ірі ел және теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ болса да, Каспий теңізіне негізделген қазақстандық әскери теңіз флоты бар. Қазақстанның астанасы 60 жылдардағы ғылыми фантастикалық фильмге ұқсайды. Қазақстан өкіметі NY Times сайтында Борат фильміне жауап ретінде қазақ мәдениетін талқылайтын 4 беттен тұратын хабарландыру жариялады. Борат бұған кездейсоқ кириллица таңбаларынан тұратын пресс-релизбен жауап берді. Қазақстанда марихуана жабайы түрде өседі. Халықаралық әйелдер күні Қазақстанда мемлекеттік мереке. Әлемдегі алғашқы және ең үлкен жұмыс істейтін ғарыш айлағы бұл Ресейге 2050 жылға дейін жалға берілген Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағы. Бір ғана таңбалы ел коды 7, Ресей, Қазақстан және 1 Солтүстік Америка, барлық басқа елдерде 2-3 санды код бар. Қазақстанда полигон ретінде пайдаланылған және қазір Сібір жарасы, шешек, оба және тағы басқа аурулар табылған арал бар. Қазақстандық мұнай қоры 60 миллиард тоннаға дейін өсуі мүмкін. Бұл Иран, Ирак немесе Арабиядан 2 есе көп қор. Қазақстан әлемде ер балаларға қарағанда қыз балалар саны көп туылатын 2 елдің бірі. Қазақстан халқының жалпы санындағы этникалық қазақтардың үлесі 1959 жылғы 30%-дан 2014 жылы 65-5%-ға дейін өскен. Осы уақытта этникалық орыстардың Қазақстан халқының жалпы санындағы үлесі 42-7%-дан 21-5%-ға дейін төмендеген. Қазақтар достық пен қонақжайлылығымен танымал. Қонақты қарсы алғанда үй иесі өзінің қарусыз екенін көрсету үшін 2 қолын созады. Қазақстан көлемі жағынан әлем бойынша 9-шы ел. Бұл бүкіл батыс Еуропадан үлкенірек. Қазақстан президенті Назарбаев ғалымдарды өмір эликсирін іздеуге жіберді, ал олар оған йогурт әкелді. Бораттан Қазақстанның пародиялық әнұраны кездейсоқ жүкселіп, қазақстандық алтын жүлдегерге арналып ойналып кеткен.